Өткен жылға дейін Қазақстанда тиімді жұмысқа тұруды және көпшілік кәсіпкерлікті дамытудың еңбек мемлекеттік бағдарламасы жемісті әрекет еткен. Жаңа жылдан бері бұл бағыттар бөлінді. Бір ұлттық жоба тұрғындардың табыстарын арттыруға бағытталған, соның ішінде субсидияландырылған жұмыс орындарын ашу арқылы. Екіншісі кәсіпкерлікті дамытуға қосарланған әрекет етуді көздейді. Тұрғындарға жұмысқа тұру орталығы арқылы бастапқы бизнеске көтеріңкі, қайтарымсыз гранттар алуға болады. Толығырақ сюжетімізде. Биылғы жылдың ақпанынан жұмыс орындарды субсидиялаудың жаңа ережелері әрекет етеді. Енді олар тек мемлекеттік мекемелерде емес, барлық меншік формаларының кәсіпорындарында, соның ішінде жеке меншік түрлерінде де қалыптастырылады. В нашем городе 5 форм. Біздің қалада субсидияландырылған жұмыс орындарының 5 формасы бар. Қоғамдық жұмыс орындар. Ол біліктілігі жоқ жұмысшыларға арналған. Оған өтінішті жеке меншік нысанды кәсіпорындар да бере алады. Ол бұрын болмаған. Әлеуметтік жұмыс орындар. Күміс жас, яғни зейнетке шығуға 2 жыл қалғандар бере алады. Сонымен қоса жастардың іс тәжірибесі, алғашқы жұмыс орны бар. Алғашқы жұмыс орны бағдарламасы 29 жасқа дейінгілерге арналады. Және барлық жас категорияларына әлеуметтік орындар бар. Тек біліктіліктері төмен біліктілікті жұмысшыларға түспеуі керек. Күзетшілер, әмбебап жұмысшылар, тазалық қызметшілері оған түспейді. Олар қоғамдық жұмыстар категориясына жатады. Субсидияландырылған жұмыс орындары мемлекетпен әртүрлі қаржыландырылады. 100% және ішінара субсидияландыру болады. Мәселен, әлеуметтік жұмыс орны бойынша субсидияландыру жұмыс берушінің ұсынған еңбек ақысының 35%-ын құрайды, бірақ еңбектің минималды төлемінен аспайды. Жастардың іс тәжірибесінің субсидияландырылуы 30 айлық есептік көрсеткішін құрайды. Жұмыс беруші жұмысшының еңбегінің нәтижелеріне қарай қосымша төлемдер жасай алады. Онан тыс, субсидияландырылған жұмыс орындарын қалыптастыру үшін өтініш беру ережелері өзгерген. Егер бұрын жұмыс берушіге жұмысқа тұру орталығына жүгінуге тура келсе, енді еңбек порталына кіруі жеткілікті. Онда барлық кәсіпорындар өз еңбек келісімдерін тіркейді және сол жерде субсидияландырылған жұмыс орындарына өтініш те беруге болады. В порядке очередности. Порталда кезек бойынша кәсіпорынның субсидияландырылған жұмыс орындарын ашуға сәйкестігі электронды нұсқада тексеріледі. Кәсіпорын өтініші жұмысқа тұру орталығында қарастырылады. Вакансияның талап етілуіне байланысты жұмысшылар іздестіріледі. Қазір біз барлық кәсіпорындарды субсидияландырылған жұмыс орындарына қатысуға шақырамыз. Жұмыс іздеп жүргендерге де мүмкіншілік кеңейеді. Біліктіліксіз еңбектен біліктіге дейін, жұмыс тәжірибесін талап ететін еңбекке дейін. Биыл тұрғындардың жұмысқа тұруының тағы бір перспективалық шарасы жұмыс орнында оқытылуы пайда болды. Бұл бағдарламаның қаржыландырылуы жұмысқа тұру орталығымен жүзеге асырылады. 3 жұмыс айы оқытылуымен қоса төленеді. Төлем көлемі 20 айлық есептік көрсеткіш. Онан тыс, жұмыс берушінің оқытуға келтірілген шығындарына компенсация төленеді. Жұмыс орнында оқыту қорытындысы бойынша 1 жылдан төмен емес уақытқа еңбек келісімі жасалады. Осылайша жұмыс іздеушінің керемет мүмкіндігі пайда болады. Кәсіпорынға келуге, оқуға және жұмыс істеуге қалуға. Онан тыс, бастау бизнес жобасына түзетулер ендірілді. Тұрғындардың жұмысқа тұру орталығы арқылы бастапқы бизнес үшін қайтарымсыз гранттарды алуға болады. Изменились условия. Сумма гранта. Бастапқы бизнес грантының сомасы 400 000 айлық есептік көрсеткішке дейін өсті. Сол грантты ала алатын адамдардың шеңбері де тарылды. Грант алуға 29 жасқа дейінгі жастар және әлеуметтік осал буындар, көп балалы отбасы мүшелері, мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасы мүшелері, мүгедектігі бар тұлғалар, қандастар, қоныс аударушылар үміткер бола алады. Олар жұмыссыз немесе бірыңғай жиынтық төлемнің төлеушілері болуы тиіс. Және өздерінің жеке шаруашылықтары болуы керек. Сонымен қоса, 1 жыл кәсіпкер ретінде тіркелген мәртебесін иелену керек. Кәсіпкерлігі тоқтап қалған болса да. Тұрғындардың жұмысқа тұруын және кәсіпкерліктің дамуын қолдайтын мұндай мемлекеттік шаралар ридзерліктердің үлкен сұранысына иеленген. Всего поддержано бюджетом. Бюджетпен барлығы 453 субсидияландырылған жұмыс орны қолданды.
Қазіргі таңда әлеуметтік жұмыс орындарда 60%-дан астам орын пайдаланылған. 30% қоғамдық жұмыс орындарында пайдаланылған. Яғни адамдар қоғамдық жұмысқа кірісу мүмкіндігін пайдалануда. Жастардың іс тәжірибесіне әзірше түлектерді күтудеміз. Алғашқы жұмыс орнына 3 адам келді. Күміс жасқа әзірше ешкім келген жоқ. Сонымен қоса ұрпақтар келісім шарты деген бар. Егер кәсіпорында зейнеткерлік алдындағы жастағы жұмысшы болатын болса, ол зейнетке шығуға дайындалып жатса, ал кәсіпорынға жұмысқа тұруға түлек өтініш берсе, кәсіпорын жұмысқа тұру орталығымен келісім жасай алады. Соның негізінде жұмысқа тұрған түлек жұмысқа тұру орталығынан еңбек ақысын алады және зейнеткерлікке шығуға дайындалып жатқан маманнан үйренеді.